Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 27 орта мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ахметова Айзада Орынбайқызымын. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі сабағы 7 сынып. Бөлім атауы музыка, өнер және қазақтың киелі домбырасы. Сабақтың тақырыбы музыка өнерінің майталмандары. Оқу мақсаттары: ғаламтор, энциклопедия, газет, журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторға сілтеме жасау, етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік түрлерін тілдесім барысында қолдану. Парижде өткен экспо көрмесіне қатысқан тұңғыш қазақ. Париж аспаны астында қазақ әнін әуелетіп, төрткүл дүниенің өнер сарапшыларын тамсантқан Әміре Қашаубаев өмірден озғалы 86 жыл өтіпті. Ол 1925 жылы Франция астанасында болған сонау әлемдік көрмеде Балқадиша, Ағаш аяқ, Жалғыз арша, Қос балапан, Қанапия, Үш дос сияқты әндерді орындап, екінші бәйге алады. Сол сапар Париж апталығы газеті мен Ля Музикаль журналы өңіріне күміс медаль таққан қазақ дүлдүлінің сирек ұшырасатын талант екенін тамсана жазған екен. Сондай-ақ 1927 жылы Германияның Майндағы Франкфурт қаласында өткен халықаралық музыкалық байқауда қазақтың халық әндерін шырқаған жезтаңдай әншінің өнерін ірі мәдениет өкілдері Ромен Ролан, Андрей Барбюс сияқты майталмандар аса жоғары бағалаған. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Осы оқылым мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Қазақтың белгілі әншісі Әміре Қашаубаев қай жылдары өмір сүрген? Экспо дегеніміз не? Астанадағы Экспо 2017 көрмесі жайлы не ойлайсыңдар? Әміре Қашаубаев Франция астанасында қандай әндерді орындады? Европа жұртшылығы қазақ әншісі жайында қандай пікірде болды? Балқадиша кімнің әні? Естеріңе түсіріңдер балалар. Бағалау критерийі: ғаламтордан алынған деректерді қолдана алады. Дескриптор: ғаламтордан алынған деректерді есінде сақтайды, берілген сұрақтарға жауап бере алады. Балалар, өздеріңіз байқағандай, бүгінгі сабағымыздың лексикалық тақырыбы қазақ өнерінің майталмандары болса, бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз тілдік бағдар, етістіктің сөйлемдегі қызметі. Сонымен етістік тұлғасы мен мәтіндегі мағынасын өзгерту арқылы барлық сөйлем мүшесінің қызметін атқара алады. Етістіктер жіктеліп келіп баяндауыш болады. Мысалы, жартасқа бардым, күнде айғай салдым. Бардым, айғай салдым сөздері етістік, және олар баяндауыш қызметін атқарады. Тұйық етістік пен жатыс септігінде немесе басқа тұлғаларсыз-ақ сөйлемнің баяндауыш қызметін атқарады. Мысалы, қонақтар көрмені көруде. Етістік есімше мен тұйық етістіктің атау септігінде тұрып бастауыш болады. Мысалы, көрмес, түйені де көрмес. Іздеген жетер мұратқа. Жетер. Оқу, білім бұлағы. Оқу. Етістік есімше не тұйық етістік тұлғаларында септеліп келіп, атау мен іліктен басқа септіктерді толықтауыш қызметін атқарады. Мысалы, ұстазды қылған жалықпас үйретуден балаға. Білгенге маржан, білмеске арзан. Осы сөйлемдердегі жалықпас үйретуден және білгенге, білмеске деген сөздері бұл жерде тұйық етістік толықтауыш қызметін атқарып тұр. Етістік есімше тұлғасына немесе ілік септігінде тұйық етістік зат есімдермен тіркесіп анықтауыш қызметінде атқарады. Мысалы, өсер елдің жігіті бірін-бірі батыр дейді. Өсер елдің, өсер. Яғни анықтауыш қызметін атқарып тұр бұл сөйлемде. Етістік көсемше тұлғасында келіп, қимылдың амалын, себебін, мақсатын білдіріп сөйлемде пысықтауыш болады. Бұдан бөлек, ақырындап атты алтын таң. Ақырындап атты алтын таң. Тұйық етістік септеліп, барыс, шығыс, жатыс, көмектес кейбір шылаулармен тіркесіп сөйлемде пысықтауыш қызметін атқарады. Тауысқанның тамағы шоқуменен табылар. Шоқуменен, яғни бұл жерде пысықтауыш қызметін атқарыпты. Тағы да өнер майталмандарының біріге және біреуі Тәттімбет Қазанғапұлы.
Тәттімбет талай-талай додалы күй айтыстарына түсіп, қарсыласын тосылту үшін домбырада қалыс бұрау, шалыс бұрау, теріс бұрау, қосақ бұрауларын көп қолданған. Бұл дәстүрдің орнығуына мұрындық болған. Абайдың анасы Ұлжанға апа болып келетін малқара қыз, шұбыртпалдан шыққан итаяқ, найман ішіндегі шашақ сияқты дәулескер домбырашылармен Тәттімбет күй айтысына түскенде домбыраны бірде башпайымен қағып, келесте ұстарамен тартып, енді бірде пернелерін қиып тастап тартып өнер көрсеткені туралы қызықты әңгімелер ел ішінде күні бүгінге дейін айтылады. Домбырашылық өнер арғы ата тегінен дарыған. Алғаш домбыра тартуды әкесі Қазанғаптың інісі Әлиден үйреніп, анасы Ақбөпеден тәрбие алған. Тәттімбеттің әртүрлі тақырыпта қамтитын 40-тан астам күйі бар. Тәттімбет күйлері өмірді терең түсінген ойшыл, қиялшыл жанның сыры мен сезімін аңғартады. Олай болса, балалар, осы оқылған мәтін бойынша екінші тапсырманы орындауға көшейік. Мәтіндегі оң бұрау, теріс бұрау, шалыс бұрау, қалыс бұрау, қосақ бұрау, тел бұрау тәрізді тіркестер етістік пе, әлде зат есім бе? Қалай ойлайсыңдар? Етістіктердің сөйлемдегі қызметін анықтаңдар. Бағалау критерийі: мәтіндегі етістіктерді тауып, қызметін анықтай алады. Дескриптор: етістіктің сөйлемдегі қызметін анықтай алады. Тұйық етістікті тілдесім барысында қолданылады. Қазақ ұлт болып құрылғаннан бастап, еліміздің төл музыкасы бірге дамыды. Ән, күй арқылы әдет құрып, дәстүрлі салт сана ұрпақтан ұрпаққа жетіп, көшпелі халқымыздың рухани мәдениетіне айналды. Әміре арқылы қазақтың әншілік өнері мемлекеттік шекараны сонау 20-шы жылдардың ортасында аттап өтті. Орыстың, батыстың ұлы мәдениет қайраткерлерінің ауыздарына түсті. Әміре қазақтың қалай мақтаса да, қалай мақтанса да сия беретін өнер майталманы. Тәттімбет те ұлттық музыканы өнер аспанда жарық жұлдыздай жарқыратып өткен 8 қырлы бір сырлы талантымен, өнерпаздығымен танылған суреткер, күйші, композитор. Ол қазақ халқының аспапты музыкасында қоңыр күйлердің дәстүрлерін қалыптастырып, тұтас бір мектептің орнығуына мұрындық болған ұлы күйші. Сонымен балалар, сіздерге оқу тапсырмасы. Авторға сілтеме жасай отырып, мәтіннен есімше, көсемшеге бірнеше мысал келтіріңіз. Берілген сілтемелер төменде көрсетіліп тұр. Осы сілтеме бойынша сабақтарыңызды, мәтіндеріңізді қарауларыңызға болады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.